Қайырлы таң, құрметті ханымдар. Әйгерім ханым қосылыпты. Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі таңдарыңыз баршаңызға берекелі болсын. Әрдайым енді үнемі қосылып, өткен марафонда да үнемі қосылып жүрген ханымдар, сіздерге көп алғыс айтамын. Біз өзімізбен керемет жұмыстар жасап жатырмыз. Шын мәнінде бұл басқа көрінбеуі мүмкін, басқа адамдарға, бірақ біз өзіміз осы ішімізден кәдімгідей сеземіз, біздің өмірімізде сондай да бір өзгерістер болып жатқанын. Ол кез келген адам өзімен жұмыс жасаған кезде болады. Алдағы уақытта сондай бір рилс түсіргім келіп тұр. Өзгерген уақытта, біз өзгеріп бастаған кезімізде біз қандай боламыз? Сол туралы алла жазса рилсымды шығарамын. Қарап жүріңіздер менің инстаграм парақшамды. Ал егер сіз записьті көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Бүгін біз керемет біздің самооценкамызға қатысты тақырыпты қозғаймыз. Ол біздің өміріміздегі өзімізді қабылдаудағы естіліп көрініп тұрмын дейді Гүлнұр ханым. Рахмет. Өте керемет техникалардың бірі. Енді алдымен өзіміз күнделікті әдеттегідей бірінші тыныс алу жаттығуларын жасап алайық. Тыныс алу жаттығуын істейтін әрекеттерімізді бірінші істеп алайық. Содан кейін барып тақырыпқа кірісеміз. Үй тапсырмасының барлығын беремін. Суларыңызды, блокнот қаламдарыңызды бәрін дайындап қойыңыздар. Мен барлығын дайындап қойдым. Дайын болсаңыздар, тыныс алу жаттығуын біз не үшін жасаймыз? Жалпы өзім кейде ойлаймын, былай қарап тұрсақ, біз бір жеріміз ауырып дәрігерге барған кезде дәрігер бізге не жазып береді? Үнемі олардың жазатын екі сөзі бар, бірі таза ауада көп жүріңіз дейді. Яғни ол демалу ғой, таза ауада жүру, тыныс алу, содан кейін көп су іш деп айтады. Жалпы барлық дәрігерлер кез келген ауруда осы рекомендацияларды береді. Неге? Өйткені олар біледі адамның ағзасына ауаның қаншалықты маңызды екенін, және судың да қаншалықты маңызды екенін. Бірақ біз күнделікті өмірдегі адамдар қалай істейді олар? Олар мынау бірінші, екінші пунктқа назар аудармайды да, дәріханадан сатып алатын дәрілерге көп назар аударады. Сол жерде бүкіл именно сол жерде тұрғандай адамдар сол әрекеттерді ғана жасайды. Мысалы, мына дәріні антибиотик іш деп айтты, мына дәріні іш деп айтты деп, соларға көп назар аударады. Ал мына бірінші, екінші пункттар всегда қалып қояды. Өздеріңізді аңғарасыздар. Мен өзім бұрындары, мен де өзім осыны аңғаратынмын. Ал қазір біз не істеп жатырмыз? Сонда былай қарап тұрсақ, осы дәрігерлердің айтқан рекомендацияларын, ұсыныстарын, белгілегендерін біз қазіргі уақытта біз оны болдыртпай-ақ уже біз жасап жатырмыз. Яғни күнделікті су ішеміз, мысалы, запор болып қалсаңыз, постоянно ішіңізде запор болып жүрсе, сіз қазір дәрігерге барсаңыз, дәрігер сізге не деп айтады? Ең бірінші аш қарынға жылы су іш деп айтады. Міне осы әрекеттерді біз уже жасап жатырмыз. Яғни біз өзіміздің қазақта айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп. Міне біз алдын ала осы ауырмаудың жолдарын, әрекеттерін жасап жатырмыз. Бұл біз үшін өте пайдалы. Сондықтан тыныс алу жаттығуын міндетті түрде марафон біткеннен кейін де жасап жүріңіздер. Ал кеттік. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Керемет. Енді қараңыздар, осы кішкене задержка жасау, ол біздің ауаны ішімізде кішкене ұзақ ұстауға, яғни ішкі ағзаға оттегінің жақсы таралуына көмектеседі. Үнемі жасаған кезде кез келген тыныс алу жаттығуында кішкене задержка жасау керек ішімізде. Менің міне кеудемдегі қақырықтарым кәдімгідей шығып кетті. Өкпедегі кішкене ауырып жүргенім әлі басылған жоқ. Егер осы жалпы тұмауратқан кезде мен көбінесе осы тыныс алу жаттығуын жасаймын, жатып жасаймын. Жатып жасаған кезде мынау ішіміздің қампитып ішіне ауаны көп кіргізгеніміз күшті сезіледі. Жатып жасаған кезде осылай ауаны ішке жұтасыз, сол кезде қарныңыз томпиып, былай кәдімгідей ауаны көп кіргізіп жатқанын сіз күшті сезіп тұрасыз. Сол кезде мынау қақырықтарым кәдімгідей мына жерінен бәрінен шыға бастайды. Сіздер де мүмкін өздеріңіз жасап көріңіздер эксперимент ретінде. Өте керемет көмектеседі. Әрі қарай біздің ояну техникасын бүгін біз жасамай-ақ қояйық. Оны сіздер марафон біткеннен кейін міндетті түрде өздеріңіз жасаңыздар. Әрі қарай өзіміздің күнделікті жазатын армандарымызға кірісейік. Дәптер мен қаламдарыңызды алыңыздар. Күнделікті біз 3 арманымызды жазамыз дедік. Осы 3 арманыңызды әдемілеп жазып шығыңыз. Бүгінгі датаны қойып қоюға ұмытпаңыз. Үш арманыңызды. Мен айттым, бір айда 3 арманды жазамыз, келесі айда сосын басқа 3 арманды жазамыз деп. Жазған кезде өздеріңіз кәдімгідей бір қуанып, бір сондай керемет сезіммен жазыңыздар. Тот ханым қосылыпты, қайырлы таң, қалың қалай. Мына бір телеграмның қол көтерді, рахмет. Мына жерде белгі берінеді екен ғой. Человечектің суреті тұр ғой, адамның кішкентай қол көтеріліп тұр. Жалпы негізі мен зерттеп жатырмын, әлі де телеграмда осы негізі адамдардың көрініп, зумдағы сияқты бір видеолар болған болатын. Мен соны әлі де қарап жатырмын, қалай дұрыс істеуге болатынын, қалай дұрыс істесек болатын деп. Чтоб сіздерден кері байланысты мен осы телеграмның ішінен көріп отыратындай мүмкіндік болса деп. Қараймын әлі де. Жазып шықтық деп ойлаймын. Енді кешегі күнгі жоспарымыздың қаншалықты орындалғанына көз жүгіртіңіздер. Нені орындадыңыз, нені орындамадыңыз, соған белгі қойып шығыңыздар. Кешегі күнге жоспарымызға. Енді осы бүгінгі күнгі жоспарымызға кірісеміз. Бүгін біз үшін ерекше күн, біз үшін қандай сіз әрекеттерді бүгін жасайсыз. Соларды Асыл ханым қосылыпты, қайырлы таң. Бүгін қандай әрекеттерді жасайсыз. Соған өзіңізге түртіп жазып алыңыз.
ең маңызды дегендерін жазып алыңыздар. Егер толықтырамын әлі де десеңіздер, онда эфирдан кейін толықтыруға болады міндетті түрде. Асыл ханым, біз бүгінгі күнімізге жоспар құрып жатырмыз. Яғни бүгін біз үшін не істелінеді, не істейміз, не маңызды деген сияқты өзімізге 4-5 пункт керекті жасайтын дүниелерімізді жазып аламыз. Оның ішіне мен үнемі айтамын, кейінге қалдырып жүрген іс-әрекеттерді де қосыңыздар деп, өйткені олар кейінге қалған сайын біздің энергиямызды ала береді. Өйткені сіз ойлайсыз, мынаны істеу керек еді, ту қалып қойды деген сияқты ойлар миыңызға үнемі келіп тұрады. Ананы істелінбей қалды деген сияқты. Дәл осы ойлар біздің энергиямызды алады. Сондықтан соларды жазып қойыңыздар. Өзіңіздің күнделікті жоспарыңызды бір күннің ортасында бір қарап қалсаңыз, есіңізге түсіріп неме жазғаныңызды көз жүгіртіп, сол кезде сіз есіңізге сап ете түседі де, соны орындауға кірісесіз. Бұның ішінде балаларымызбен, отбасымызбен қарым-қатынасты жазуға болады, балаларыңызды күнде неше рет құшақтайсыз, неше рет оларға жақсы көрем деп айтасыз. Міне осыларды да жазып қойыңыздар. Кейде оны да ұмытып кетіп жатамыз. Бұл өте маңызды, балаларымыздың өзіміздің сезімімізді балаларымызға көрсете білу. Кей кезде біз жақсы көреміз деп айтамыз оларға, бірақ біз оларды құшақтамаған кезде олар біздің жақсы көреміз деп айтқанымызды сезінбеуі мүмкін. Сондықтан сезіну үшін өзіміз кәдімгідей баламызды құшақтап, басынан сипап деген сияқты, маңдайынан иіскеп, солай жақсы көреміз деп айтамыз. Жалпы мен өзім балаларым кішкентай болғандан, кішкентай кездерінен жақсы көретін, құлақтарына сыбырлап айтқанды. Мен сені жақсы көрем дегенді құлағына сыбырлап айтамын. Мен қазір кішкентай қыздарыма құлағына сыбырлап айтамын. Сондай бір маған ерекше бір сондай сезім тудырады да сол момент. Құлақтарына сыбырлап, құшақтаған кезде мен сені жақсы көрем деп құлақтарына айтамын. Сондай бір қазір үлкен ұлдарға олай айтпаймын. Оларға кішкентай болғанда солай айтатынмын. Қазір оларға жай құшақтаймын да, солай кәдімгі дауыстап айта аламын. Бітте қыздарыма көбінесе сол құшақтап, сол кезде құлақтарына сыбырлап айтамын. Мен сені жақсы көремін деп. Сосын ана кішкентай қыз бөлек жатады кроватында, үлкен қыз менімен жатады. Сол кезде біз екеуміз қолымызды ұстап жатамыз да, үнемі. Ол қыз менің қолымды ұстамасам, одан ұйықтамайды ол. Біз қолымызды ұстап жатамыз да, бір-бірімізді жақсы көреміз деген сезім айтамыз ғой, біз ішімізден айтамыз кей кезде, құлағына сыбырлап айтқаннан кейін, мен оны қолын бүйтіп қысам да, мен сені жақсы көрем деп ішімнен айтам, қолын бүйтіп қысам қызымның. Сосын тағы да 3 рет істеймін да солай. Мен сені жақсы көрем деп тағы қысам. Екеуміз бір-біріміз қолымызды осылай қысамыз. Ол менің қолымды ұстамай, ұйықтамайды. Мен сонда былай кроватта жатқанда бір қызым жақты жатады, бір қызым жақты жатады. Ана қыздың кроватын тербету керекпін ғой, кішкентай қызды. Екеуімен де байланысып жатам ғой, осылай екі жағына қолымды қойып. Үлкен қыздың қолына ұстап жату керекпін міндетті түрде. Ол ұстамасам былай нені ұрады көппен, ұста деп мені. Ана қызым ай деп айтты дейді да маған. Сол кезде мен кіші қызымды орамал жалғап қойғам ғой, неге көрпеге өзіме жақын болсын деп. Қызымның кроватына байлап қойғам ғой орамалды. Соны екеуін бүйтіп екі жақтан ұстап жатам ғой, ұйықтап жатқанда. Олар ұйықтап кеткенге дейін. Сондай бір моменттер шын мәнінде ол сіздің сезіміңізді білдіреді. Өзіңіздің жылы, кәдімгі жақсы көретініңізді бір сезіммен ғана білдіресіз да, сондай бір моменттерді. Өздеріңізге солай бір нәрсені тауып алуға болады, балаларыңызға. Өзіңіз жақсы көретініңізді білдіріп тұрасыз. Немесе айтып қоясыз, осылай істегенде мен сені жақсы көрем дегенді білдіреді деп. Жақсы, жаздық деп ойлаймын бәріңіз. Әрі қарай келесі біздің жетістіктеріміз. Кешегі күні не жасадық, қандай да бір жетістікке қол жеткізе алдық. Сол жетістіктерді тізіп жазып шығыңыздар. Не көрдіңіз? Мысалы, жаңа бір сабақ көрдіңіз ба? Немесе жаңа бір рецептпен салат жасадыңыз ба? Сол бір өзіңіздің кішкентай жетістіктеріңізді көре білу керекпіз. Сол кезде біздің мына самооценкамыз көтеріле түседі. Бүгінгі біздің тақырыптарымызда осы самооценкаға байланысты болады қазір. Бұл өте маңызды тақырып.
әрбір адамға самооценка өте керек. Қазіргі заманда өте керек самооценка деген. Өзіміздің жетістігімізді жазамыз. Қаншалықты жетістікке жеттік? Не жасадық? Асыл ханым, егер сіз бұрынғы менің эфирлерімді қарамасаңыз, біз қазір күнде жазамыз ғой жетістігімізді. Ал оған дейін жазбаған кезде, біз жазбай жүрген кезде, міндетті түрде бүкіл өмір бойымызға жеткен жетістіктерімізді жазамыз. Бүкіл өмірімізде қандай жетістікке жеттік? Оқу оқыдық, иә? Мысалы, дебатқа қатысып қандай да бір жетістіктер алған шығарсыз. Мүмкін спорт жағынан сіз жүгіруден қандай да бір жетістіктеріңіз болған шығар. Әр адам өз жетістігін өзі біледі, қаншалықты екенін. Сол мақтау қағаздарыңыз болған шығар, наградаларыңыз болған шығар, немесе жаңа кішкентайлы бөпе тудық, өмірге әйел адамдар. Ол да жетістік біз үшін. Ол қаншалықты неше балаңыз бар, мысалы, сонша жетістігіңіз бар. Соның барлығын жазамыз. Бұл біздің бүкіл өмір бойғы жетістігіміз. Қандай оқу орнын бітірдіңіз, неше дипломыңыз бар, міне осының барлығы біздің жетістігімізге жазамыз. Ұсақ жетістіктердің барлығын жазасыз. Бұрынғы бүкіл өмір бойғы жетістіктеріңізді. Ал содан кейін күнделікті, кешегі күні қандай жетістік болды, сол туралы жазамыз. Міндетті түрде. Жалпы негізі осы техника бойынша 10 жетістік жазу керек дейді. Бірақ мен енді аз да болса біз өзіміздікін көруге мүмкіндік алайық деп 4-5 пункт жазсақ жеткілікті деп айтамын үнемі. Сол жетістіктеріңізді тізіп жазып шығыңыздар. Жаздыңыздар деп ойлаймын. Егер толықтырам десеңіздер, толықтыра жатарсыздар. Әрі қарай бүгінгі біздің айтатын тақырыпқа кірісейік. Яғни мен самооценка туралы бүгін сіздерге айтамын дедім. Әркімнің самооценка туралы түсінігі әртүрлі. Жалпы мына әлеуметтік желіде самооценка деген өте көп. Қазір өзімен өзі жұмыс жасайтындар өте көп. И ол жұмыс жасайтындар өз-өзімізбен самооценка деген тақырыптан біз ауытқып кете алмаймыз ешқашан. Өйткені самооценка бұл өз-өзімізбен жұмыс жасаудың бір түрі. Ол біз өзіміздің қандай болатынымыз, немесе өзіміздің қандай болғанымыз осы біздің самооценкамызға байланысты. Жалпы самооценканы әркім әртүрлі түсіну мүмкін. Өзін-өзі бағалау дейміз, мысалы, қазақшада өзін-өзі бағалау деп айтатын болсақ, мүмкін кішкене смысл өзгеріп кететін сияқты көрінеді маған өзіме жалпы. Ал самооценка десе, уже точно білеміз қандай сөзді не айтқымыз келіп тұрғанын. Самооценка деген ол не? Ол адамның өзін-өзі бағалауы. Яғни өзінің ішкі сезімдерін бағалауы, өзінің жеке қабілеттерін немене жасай алады, өзінің қабілеттерін бағалай білуі, және өзінің қасиеттерін, қандай ерекше қасиеттері бар, басқа адамдарға қарағанда. Сондай қасиеттерін бағалай білуі, және өзінің жасап жатқан еңбегін бағалауы. Мысалға, күнделікті өмірде біз еңбек етеміз, әрекет етеміз де, оның барлығы біздің әрекетіміз, еңбегіміз, қазіргі кездерде осы сөздер жиі қолданылады ғой. Сол сөздер, сол еңбегімізді өзіміз бағалай білу керекпіз. Біз оны қаншалықты бағалаймыз? Мысалға, сезімдерімізді, өзіміздің қабілетімізді, қасиеттерімізді, басқа адамдардың ерекшеліктерімізді қаншалықты бағалаймыз? Міне, осының барлығы самооценканың ішіне кіреді. Жалпы самооценканы психологияда екі түрге бөледі екен, адекватты және адекватты емес деп. Бұл екі түрін алып қарайтын болсақ, адекватты деген, адекватты еместен бастайық. Адекватты емес, бұлар қалай? Жоғары және төменгі болып бөлінеді. Оның ішінде жоғарғысы бұлар өзін-өзі өте керемет жоғары бағалайтындар. Өте керемет жоғары бағалайды. Ондай адамдар, олар үшін өздерінің айтқаны прям дұрыс, ешқандай қатесі жоқ, ешкімнің басқа адамдардың сөздерін тыңдамайды олар. Олар өте тәкаппар адамдар. Олар үшін, мысалға, өздерінің істеп атқанынан басқа адамдардың істеп атқаны бәрі дұрыс емес та, тек өзінің істеп атқаны ғана дұрыс. Осындай пікірде болатын адамдардың ол адекватты емес самооценкаға жатады екен. Яғни жоғары, өте жоғары болады олардың самооценкалары.
ал олар өздерін ғана ойлайды, үнемі өздерін ғана ойлайды, өздерінің дегендері ғана болу керек. Ал келесі төменгі қарама қарсы төменгі самооценкасы төмен адамдар, олар әрине олар білесіздер, олар өте адамдардың айтқанына көнгіш, басқа адам не айтса соны істейді, өзінікін кейінге қойып қояды, немесе өзінің тіпті не қалайтынын білмейді ондай адамдар. Олардың самооценкасы өте төмен, керісінше. Олар өздері бағалай алмайды. Мүлдем. Сондықтан осы екі түрінен де жақсы және жаман емес, жақсы және жаман қасиеттер бар, екеуінен де. Біреуінен жақсы қасиет көріп шықсақ, жоғарғысынан, яғни өзін керемет бағалай білу керек деп ойласақ, ал керісінше төменгілерде олар өздерін дұрыс бағалай алмайды, керісінше бағалай алмайды. Бұл жаман әрине. Біз бағалауды, егер біз өз-өзімізде жұмыс жасайтын болсақ, осылай әрі қарай, біз өзімізді бағалауды бірінші орынға қою керекпіз. Яғни біз өзіміз өмірде шын мәнінде былай қарап тұрсаңыздар, біз өмірде өзіміз ғана бармыз. Біз болмасақ, яғни біздің мынау армандарымызда, мақсаттарымызда барлығы жоқ деген сөз, әрине. Біз болмасақ, олар да жоқ. Сондықтан біз пока бармыз, тіршілік етіп жатырмыз, міне таңертең тұрып, міне дем алып жатырмыз, тыныс алып жатырмыз. Бұл біздің әлемде бар екенімізді білдіреді. Сондықтан біз өзіміз бірінші орынға қою керекпіз. Бірақ басқалардың айтқан тыңдамау деген мағынада емес, яғни біз өзімізді мықты да және жаман жақтарымызды да білу керекпіз, және соларды қабылдай білу керекпіз. Яғни ортасы тепе-тең болады. Тым жоғары болып кетпейміз, тым төменге түсіп кетпейміз. Яғни мықты жақтарымызды да қабылдаймыз, өзіміздің осал тұстарымызды, мінездерімізді қабылдаймыз. Сол кезде мысалға біздің мінезіміз бір күнде өзгеріп кетпейді, ол өмір бойы қалыптасып қалған дүние, ол бір күнде өзгермейді. Мысалға біздің салмағымызға байланысты, мысалға біз өзімізге артық салмақты бір күнде жинаған жоқпыз ғой. Мысалы ұйықтадық кеше ғана, и бүгін таңертең тұрсақ уже 10 кило плюс 10 килограмм болып тұрған жоқпыз, ол нереально олай. Сондықтан сол сияқты самооценкада біз өзіміз үнемі жаман тұсымызды, жақсы тұсымызда, өмір бойы қалыптасқан жаман тұстарымызды да қабылдай білу керекпіз. Осы өте маңызды. Жалпы қыздар, мен естіліп тұрмын ба, үнсіз өзіме айтып жатқан сияқтымын. Бір-екеулеріңіз жазып жіберсеңіздер WhatsApp-та, бәрі естіліп тұр деп. Гүлнұр ханым қол көтерді, яғни естіліп тұрмын деген сөз, мүмкін осылай түсіндім. Сол, яғни біз ортасында болу керекпіз. Өзіміздің жаман қасиетімізді, жақсы қасиетімізді, мықты тұсымызды, осал тұсымызды білу керекпіз. Естіліп тұрмын дейді. Рахмет, Айгерім ханым. Рахмет. Соны біз білу керекпіз. Яғни сонымен үнемі жұмыс жасаймыз. Мен осы бүгінгі сіздерге эфир барысында екі техника беремін. Осы самооценкамен байланысты техникалар. Жалпы бұрын мен осы Instagram деген әлеуметтік желілерде осылай келіп отырып қарап жүрген кездерде, бұрын білесіздер, осыдан бір 3 жылдай бұрын Instagramда көбіне пост деген ғана болды, пост жазу, адамдар өте видео ол кезде қатты дамымаған кезде, рилстар жоқ, пост жазған кезде үнемі ұзақ қып солай сөздер жазушы едік қой. Сол кезде самооценка деген сөзді мен өзім мүмкін қатты түсінбейтінмін. Шын мәнінде өзім ойлайтын, бұл не деп. Сол миым жетпей қалатын соған. Ал когда өзіммен жұмыс істеп бастадым, өз-өзіме, мен ол сөздің мағынасын кәдімгідей түсінетін болдым. Самооценка деген бұл біздің өзімізді бағалау. Ерекше қандай бармыз, қалай бармыз, соны бағалау. Бүгінгі берілетін сіздерге менің екі техника, сол техника туралы сіздерге айтайын. Біріншісі, тоқтаңдар, қазір бір самооценканы жақсарту үшін не істеу керек екен? Мен өзіме түртіп жазып алған болатынмын. Сол туралы сіздерге айтайын. Самооценкамыз біздің жоғары болу үшін, жақсы болу үшін бізге орта маңызды. Біздің ортамызда жетістікке жеткен, сондай бір табысты адамдар бар ма? Өзіміз анализ жасаймыз ғой, өз-өзімізді зерттеп жүрміз. Міне 14 күн марафон барысында мен сіздерге бірінші күн айтқанмын, өз-өзімізді зерттейміз, өзіміздің ортамызды зерттейміз. Біздің ортамызда жетістікке жеткен, табысты, жақсы адамдар бар ма? Сондай адамдар.
яғни ұмтылып жатқан, алға қарай ұмтылып жатқан, мен жасаймын, адамдарға көмектесемін, мен пайдалы боламын қоғамға деп ойлайтын адамдар бар ма? Соны зерттейсіздер өздеріңіз. Яғни біздің орта ерекше маңызды. Біздің ортамыз осындай жақсы жетістікке жеткен, табысты адамдардан болған кезде біз міндетті түрде соларға қарай ұмтыламыз және өзімізді солармен теңестіруге немесе тіпті асып кетуге де мүмкіндігіміз бар сондай адамдармен. Әрі қарай өзіңізге сыни көзқарасты доғарасыз. Яғни өзіңізге сыни көзқараспен қарамайсыз. Мынау дұрыс емес, мына жерім былай болып тұр, мынау былай деген сияқты өзіңіздің бір қабылдамайтын қасиеттеріңізді, мінездеріңізді, немесе бір денеңіздегі бір өзіңіз дұрыс емес деп ойлайтын. Шын мәнінде біз мысалы Алла тағала бізге берді ғой 12 мүшені. Өздерінің денеміздегі мысалы менде майларымыз бар, яғни бетімізде әжімдеріміз бар, көзіміздің қасымызда. Соларды кей кезде мысалы адамдар соған фокус қояды да, мынау міне қаптап кетті, ойбай деген сияқты. Соларға фокус қояды. Шын мәнінде біз мына күнделікті техникалар жасаймыз ғой, бетімізге крем жағамыз, бұлар ақырын біздің шын мәнінде біз жасарып кетпейміз, енді біз керісінше қартайып жатырмыз ғой, бірақ біз сол жақсаруды ұзарта аламыз просто денеміздегі терілерімізге күтім жасап, яғни кез келген өзіміздің кемшілік деп ойлайтын, біз ойлайтын, басқалар емес, өзіміз кемшілік деп ойлайтын қасиеттерімізге сыни көзбен қарамаймыз. Әрі қарай өзіңізді зерттеңіз, яғни бұл тақырыпты мен үнемі айтамын, өзіңізді зерттеңіз, қандайсыз, қалайсыз, ойларыңыз қандай, неге ұмтылып жатырсыз, қандай жетістікке жеттіңіз, бұны біз күнделікті жазып жүрміз. Одан әрі зерттеу деген осы өзіміздің ішкі состояниямызды. Мысалға өзімде де болады, өмірде мысалы мен берген техникаларды бір-ақ рет қолданып сіздер өзгеріп кете алмайсыздар ешқашан. Ол техникасы өмір бойы жасайсыз. Мысалға мен кей кезде болады, ашуланып, балаларға ашуланып ұрса бастаймын ғой, сол кезде мен ойланып қаламын. Так, значит, менің мына ішімде немене болып жатыр? Мен неге ашуланып кеттім деп өзіме өзім сұрақ қоямын. Солай өздеріңізді анализ жасау керексіздер. Яғни сұрақ қойған кезде өзіңізден мына жеріңізден шығады. Мүмкін сіз жаңа бір кісімен сөйлесіп жатасыз да, ол кісі өзінің бір күшті бірдеңелерін айтты, сізге балалары туралы керемет бірдеңелерін айтты да, и сіз, сізде ондай жоқ, например, и сіз сол кезде балаларыңызға ашулана бастайсыз. Сондай бір сәттерді өзіңізді қағып аласыз. Сондай моменттарды қағып алу сіздің өзіңізді зерттеп жатырсыз деген сөз. Яғни кез келген нәрсеге. Мысалға, далада жүргенде, мысалға, очередьте тұрсыз, например, біреулермен, и бірдеңе, бір адам сіздің аяғыңызды бүйтіп басып кетті делік, немесе, мысалы, аяғыңыз басып кетті. И сіз, ойбай, сіз менің аяғымды немене басып кеттіңіз, әрі қарай жүрмейсіз ба, деп осылай ұрса бастасаңыз, немесе автобуста өте жиі кездесетін әңгіме. И сол кезде сіз өзіңіз деп ойланып қалу керексіз. Неге мен олай айғайладым ол адамға? Неге мен сол кезде сондай бір эмоция білдірдім деп. И сіздің өзіңіз ішіңізден сұрайсыз, сол кезде шығады сіздің ішіңізден. Не үшін сіз оған сондай эмоция білдіргеніңіз өзіңіздің ішіңізде болады, оның жауабы міндетті түрде. Сіз оған дейін мүмкін біреулермен ашуланып шыққан шығарсыз, біреуге ренжіп шыққан шығарсыз, автобусқа кіргенге дейін мысалға, немесе сол бір жерге барып очередьқа тұрғанға дейін сіз біреумен бір қандай да бір сөзге келіп қалған шығарсыз. Сол кезде сіз агрессияңызды өзіңіздің ішіңізде сақталып тұр ғой, ешкімге айтқан жоқсыз. Сол кезде сіз ол адамға көрсетіп тұрасыз. Соны зерттейсіздер, үнемі зерттеп отыру керексіздер. Содан кейін сол болған, мысалға, ішіңізде болған сезімдерді солармен жұмыс жасау керек. Ол неге олай болды? Мен, яғни сол бір қорқыныш болуы мүмкін, біреуге деген өкпе-реніш болуы мүмкін. Сол өкпе-ренішке қатысты мен негізі алда айтамын, техникалар беремін, басқа техникалар. Сол кезде солармен де жұмыс жасауға болады. Яғни айтып тұрмын ғой, бұл бізде бір-ақ рет жасайтын нәрсе емес. Біз үнемі өзіміз ашуланып қалған кезде, бір керемет бір реакция беріп қалған кезде адамдарға осы сезімдерімізді зерттейміз. Өзімізге өзіміз сыншы боламыз, яғни зерттейміз. Әрі қарай басқаларға үміттенуді доғарыңыз. Яғни сіз басқалардан, адамдардан, кейбір адамдар болады ғой, маған біреу мынандай әкеп берсе, немесе мен анау даладан бір чемодан ақша тауып алсам, немесе бір қапшық ақша тауып алсам,
бұрын менде өзімде болатын бала кезімде ойлайтынмын, менде бір кошелек болса, осындай кошелек, ішіне қанша ақша алып жатсаң да сол кошелектің іші ақшадан бітпесе екен деп, сондай бір бала кезімде сондай бір арманым болатын. Өзім қазір кей кезде ойлаймын да, күлкім келеді сол ойыма. Енді баламын ғой мен, сондай бір кошелекті армандайтынмын, бітпейтін ішінен. Ондай болуы мүмкін, мысалға біздің банкте көп ақша жинап қойсақ, міне сол кезде біз оның ішінен ақша алсақ, яғни капитал жасап қойсақ, ол ақша бізге көбейіп келеді ғой, ішіндегі ақша көбейіп отырады үнемі. Біз аламыз, ол көбейеді, біз аламыз, ол көбейеді деген сияқты. Былай қарап тұрсам, мен сол кездегі бір бала кезімдегі арманым сондай болған. Яғни бірақ біз ол бала кезімізде болды ғой. Бірақ есейген кезде де адамдар солай біреуден үміттеніп жүреді. Маған бір премия алып жатса, біреулер, ой, премиясын маған бүйтіп бере салса ғой, біреу маған сөйтіп ақша лақтыра салса ғой, немесе счетыма біреулер қателесіп маған ақша жіберіп қойса ғой деген сияқты кейбір адамдарда сондай үміттер болады да, басқа бір адамдардан үміттеніп жүреді. Бірақ ол өзінің энергиясын сол жерге сливать етіп жатыр, иә. Ол ой, мысалға, орындалмауы мүмкін, мүмкін болады кездейсоқтық деген, мен сіздерге айтқан, бірақ кездейсоқтық деген жоқ деп, бір сәйкестіктер болып қалуы мүмкін. Бірақ дегенмен ол артық ақшаның, біз білеміз, артық ақша бізге айдаладан келген ақшаның оның қасиеті, мысалға, қадірі болмайтын. Енді бұл да бізде уже убеждение, бізде қалыптасып қалған, сол Алла тағала біздің кішкентай кезімізден сондай бір убеждениелер қалыптастырып қойды ғой. Яғни бұл да, яғни біреуден ештеңе күтпейміз, дәмеленбейміз ешкімге. Біреу бере салса, лақтыра салса, жібере салса деп, ештеңе маған көмектессе деген сияқты убежденияларға ешкімнен күтпейміз. Мысалға, мынау таңғы марафонға қатысып жатырмыз ғой барлығымыз. Көп адамдар таңертең ерте тұра алмай жүр, иә. Не себепті тұра алмай жүр? Мен оларды, мысалға, каждыйын барып, қазір онлайн заманы ғой, каждыйын барып, бұрынғы мектепте болушы еді ғой, мұғалімдер таңертең ұйықтап қалатын балалар, үнемі жиі ұйықтап қалатын балаларды үйлеріне барып тұрып, ұйықтап жатқан жерінен оятып алып келеді ғой, осылай сабаққа. Сондай жағдайлар өзіміздің кезімізде жиі болатын мектепте. Үнемі ұйықтап қалатындарды солай алып келетін мектепке. Сол сияқты мен ешкімді алып келе алмаймын, иә, қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінен осы жерге қатысып отырсыздар. Енді мен оларды ешкімді осылай жетектеп, ай, тұра ғой сен, бүгін міне сенің алдында мақсатың бар емес пе, арманың бар емес пе деп, мен ешкімді былай жетектеп алып келе алмаймын. Сондықтан бұл жерде сіздер білу керексіздер. Менің істеп жатқан әрекеттерім сіздерде тұрайық, бірге ерте тұрайық, арман жазайық, таңда жүрейік, тыныс алу жаттығуын жасайық, су ішейік деп, бұл бір жағынан сізге, маған ғана емес, маған әрине бұл мен айтып атқаным, сіздерге тегін айтып атқаным, өзіме Алла тағала маған оны 10 есе қайтарады. Мен оны білемін, бірақ мен оны күтпеймін ешкімнен. Яғни адамдарға олар да білу керек. Ол менің істеп жатқаным маған ғана емес, сіздің өзіңізге ерекше пайда әкеледі. Өйткені сіз мені арқылы өзіңіз тұрасыз таңертең, өзіңіздің армандарыңызға жетуге ұмтыласыз, мақсаттарыңызға, немесе өзіңіздің істеймін деп жүрген бір әрекеттеріңізді істеп қалуыңыз мүмкін таңертеңгі тұрған кезде. Сондықтан өзіңіздің денсаулығыңызға пайдаңызды әкелесіз, өз-өзіңізге, яғни пайдалы бола аласыз өзіңізге. Ешкімнен дәмеленбей, мысалға, мен жазамын, тұрдыңыздар ма, қалайсыздар деп, мысалы, таңертең жазып жатамын, ой, кім оянды деп. Яғни бұл мен призывқа шақырып жатырмын да, сіздер әрекет етуге. Сіздер мысалы күнде көресіз, мынау мысалы показать голос деген ана жерде тұрады ғой. Сол жерде қарасаңыздар, сіздерге де көріне ме білмеймін, маған көрінеді, кім нешеде, мысалға ана кнопканы басқаны көрініп тұрады ғой, кім нешеде тұрғанын мен көріп тұрамын. Сондықтан сіздер өздеріңіз осы мені мысалы пайдаланып қалуға керексіздер ғой, осылай марафон өткізіп жатыр екен, біреу тегін өткізіп жатыр екен деген кезде, енді ақшаңызды шығарғыңыз келмей тұрса, сондай моментта пайдаланып қалу керек та. Ой, мен мына марафонға қатысам да, өзімді, яғни тәрбиелеймін деп, өзім самовоспитание деген бізде өте керемет болу керек. Өзім тәрбиелеймін. Қазір мен өзім ерте тұруды үйреніп аламын, осы Әсемгүл арқылы деп. Сонымен бірге тұрып үйреніп аламын. Тым болмаса 6:30-да, 5:30-да тұрамын деп. Солай өзіңізге өзіңіз үйретуге керексіз. Бұл жерде ешкімнен үміттенбейсіз. Үміт артпайсыз ешкімге, түсінікті деп ойлаймын. Ең соңғы айтарым, бұл яғни сіз самооценканы көтеру үшін сіз өзіңізге ең қадірлі қонақ ретінде қарау керексіз.
мысалға біз қадірлі қонақ, қазір сіздің үйіңізге анау Америкадан бір қонақ келейін деп жатса, сіз қалай дайындаласыз қонаққа? Сол дәл солай өзіңізге де қарау керексіз. Сіз бүкіл үйіңізді бәрін таза жинайсыз, балкон, кладовканы бүкілін жайнатып қоясыз сізге. Бұл біздің күнделікті өміріміз, иә, біз өзіміз үшін де біздің үйіміз жайнап тұру керек. Жайнап тұрмаса да, мысалы, прям керемет қымбат мебель алып керек емес, өзіңізге ұнайтын болса, қарапайым, бірақ тап-таза болғаны да, мысалы, өзіңізге энергия береді, сізге. Сондықтан ең бірінші өзіңізге қадірлі, ең қадірлі қонақ, ең бір құтты қонақ сияқты қарау керексіз. Осы өмірде, шын мәнінде ол солай, біз осы өмірде ең қадірлі құтты қонақ бұл біз өзімізбіз. Айтады ғой, бүкіл психологтар, коучтар болсын, үйге әдемі киініп жүр, үйге боянып жүр, иә, далада ғана боянбай, үйде де әдемі болып жүр деп, бұл шын. Сіз ол кезде самооценкаңыз көтеріледі. Сіз өзіңізді қадірлейсіз, өзіңіздің сезімдеріңізді бағалайсыз. Мен өткенде айтқан болатынмын, иә, сіздерге. Мысалға, өздеріңізді самооценканы көтеру дегенде, ең бірінші, осы мен бір тиктокта көргенім бар, неде, самооценканы көтергің келсе, ана бір қыз көрсетіп жатыр да, самооценканы көтергің келсе, шашыңды жу деп айтыпты да, сосын мен ойлап қоямын, блин, шын мәнінде ғой, мысалы, күнделікті өмірде шашыңды жуып алсаң, шашыңды жуғаннан кейін керемет бір сезімдер болады ғой өзімізде. Шашымды әдемі жатқандай, бір керемет бір сезім болады. Яғни шашыңды басымды жу деп солай көрсетіп қойыпты. Мен айтамын, о, тура айтылған екен деп. Сол сияқты өзіңізді самооценкаңызды көтергіңіз келген кезде, мысалға, жақсы көретін өзіңіздің духиіңізді сеуіп алыңыз. Мүмкін көп сеппей-ақ қойыңыз, шағын ғана өзіңіз егер сезіп жүретіндей айналаңызды. Яғни бұл да сіздің ішкі сезімдеріңізді оятады. Духидің ішінде неше түрлі құрамында нелер бар ғой, цитрус, неше түрлі иісті біздің сезімдерімізді оятатын. Сол иістер сіздерді өзіңіздің самооценкаларыңызды көтереді. Өздеріңіз көтересіздер самооценкаларыңызды. Оны ешқашан сырттан іздемейміз, самооценканы көтеруді. Бұл біздің ішкі сезімдеріміз. Сіз самооценкаңыз түсіп кетті ме, өзіңіздің ішкі сезімдеріңізге қарай көңіл күйіңіз құлазып, солай бір ренжіп, сөйтіп кетсеңіз, не болып қалды деп өзіңізге өзіңіз зерттеңіз, сұрақ қойыңыз, сұрақ қою арқылы зерттейсіз өзіңізді. Жалпы міне самооценканың негізі, пайдасы туралы сіздерге айттым, қалай көтеру керек екендігін айттым. Енді техникаларды беремін. Ең бірінші техника өз-өзіңе хат жазу техникасы. Өз-өзіңе хат жазу. Бұны сіздер міндетті түрде жазасыздар. Жазғаннан кейін маған жібермеу міндетті емес. Бұны ең бастысы, мысалға, өзіңіз үшін жазасыз. Қалай жазамыз, сол туралы айтайын. Жалпы біз, мысалға, мен үйге қонақтар келеді, қонақ емес, мысалға, племянницаларым келеді, иә. Сол сияқты сіздерде де болатын шығар, бұндай жағдай, қазір мен айтайын. Солар келген кезде, мысалға, мен оларды қуантқым келіп тұрады. Мен оларға, мысалға, дүкенге апарып, оларға тәттілер әпергім келеді. Солай жегізіп, оларды қуантып, немесе үйде оларға тәтті бір кекс пісіріп, торт пісіріп бергім келіп тұрады. Иә, мысалға, өзімде сондайлар болады. Дәл сол сияқты өзіңізге хат жазу техникасында сіз өзіңізді еркелетесіз. Мысалға, кәдімгідей бастауға болады. Мысалға, құрметті Әсемгүл, мен сені жақсы көремін деп бастаңыз. Сен, мысалға, мынаны жақсы көресіз. Сіз өзіңіз білесіз ғой, неме жақсы. Сіз, мысалы, балмұздақ жегенді жақсы көресің. Мынаны жақсы, мен саған бүгін осы балмұздақты алып бергім келіп тұр деп. Яғни өзіңізге хат жазасыз. Сол бір қарапайым бір сөздермен ғана жазсаңыздар болады. Сол кезде сіздер өздеріңіз сезінесіздер. Мысалға, айтып тұрмын ғой, басқа адамдарға біз не жасағымыз келіп тұрады? Өзіміз емес, басқа бір адамдарға қуантқымыз келіп тұрады. Солай бірдеңе әперіп, оларды бір жерге апарып, немесе племянниктарымыз келген кезде анау ойнайтын жерлерге апарып, оларды бір қуантқымыз келіп тұрады ғой. Дәл сол сияқты сіздер өздеріңізді немен қуантқыларыңыз келеді, соны жазу керексіздер. Өздеріңіз. Хат жазу техникасы осылай. Өздеріңізге ұнайтын, немесе бала кезіңізден бір орындалмай жүрген, сондай бір әрекеттеріңіз бар шығар, осыны бір баяғыда бір істегім келіп еді ау деген. Соларды еске түсіріп, соны хат жазасыз өзіңізге.
яғни сосын өзіңізге де мысалға тәтті бір балмұздақ жегіңіз келіп жүрсе, немесе бір керемет бір шоколад жегіңіз келіп жүрсе, соны өзіңізге сыйлауға болады. Үнемі сыйлап тұру емес, бір рет өзіңізге иә міне осылай істеуге болады деп өздеріңізге сыйлап, мына миымызды сендіреміз. Шын мәнінде бұл сіздің миыңызда жүрген әрекеттер ғой бұрыннан бері. Мысалы сондай бір жеп көрсе ғой, немесе киіп көрсе ғой деген сияқты бір әрекеттеріңіз, ойларыңыз жүрсе миыңызда, сол туралы өзіңізге жазасыз. Мен саған осылай мысалға осыны сыйлар едім, сыйлаймын деген сияқты, немесе осы техниканы қолданыңыздар. Бұл өзімізге хат жазу техникасы. Яғни біздің бір қалауларымыз, сол бір қалауларымызды орындалғанын, немесе бір орындалып жатқанын, сондай бір сәттерді жазамыз оған. Келесі техника өзіңді қабылдау техникасы. Өзіңді қабылдау техникасы. Бұл техника аты айтып тұр. Яғни біз өзімізді қабылдаймыз. Нені қабылдаймыз? Жалпы әйел адамдар самооценкасы төмен болған кезде өзінің сыртқы кемшіліктерін, немесе бір қандай да бір мінезін, сол айтады ғой, мен үнемі біреуге айтып салам, ойымды айтып салам да, сосын ренжіп қалам, ол адам ренжіп қалады, немесе сосын айтып салам да, сосын ойбай, неге айттым деп ойлаймын деген сияқты. Сондай бір өзіміздің ұнамайтын өзімізге осыны бір түзеу керек ау, жою керек ау деп жүрген өздеріңіздің бір қасиеттеріңізді, қабілеттеріңізді аласыздар. Соған хат жазасыздар. Қабылдау техникасы, яғни жазасыздар, оны да жазасыздар міндетті түрде. Мысалға мен өзімнен мысал келтіріп айтайын. Жоқ, бірінші айтайын дегенім, мысалға мынау адамдар, әйелдердің көбінде мысалға ішімізге май жиналып қалады, балалардан кейін кей кезде мысалға дұрыс күтінсек, ол майлар кетуі де мүмкін, немесе біз ойлағанымызда әлгі убежденияларымыз, ой, менің тұқымым сондай, мамам сондай толық, мен де сондай толықпын деп, біз оны бүйтіп қоя саламыз да, мысалы, мамам толық болса, мен де солай толық боламын деп. Яғни это нормально деп ойлаймыз, уже норма деп. Бірақ шын мәнінде әр адамның өмірі бөлек-бөлек, біздің геніміз бірдей болғанымен, біз сондай арық болуымыз, немесе толық болуымыз, ол өзімізге байланысты да. Сол кезде мысалға ішімізде жиналып қалған майларымызды біз қай кезде күшті сеземіз? Біз анау дүкенге киім алуға барған кезде күшті көреміз, өйткені көп бір ұнап тұрады, бір көйлектер сыймай қаламыз сол көйлектерге, немесе анау майларымыз салбырап көрініп тұрады ана көйлектен. Бірақ біз оны күнделікті өмірде онша қатты мән бермеуіміз мүмкін, үйреніп алған киімдерімізбен. Ал жаңа бір киім алған кезде біз оны көп әйелдерде кездеседі. Жалпы өзімде де иногда болып тұрады. Бірақ мен ол сезімдермен жұмыс істеймін. Яғни мына майларым ұнамайды бізге. Мысалға ұнамай тұрмын. Үйге келгеннен кейін, мысалы, дүкен аралап келдік, үйге келгеннен кейін или сол жерде тұрып уже ойлаймыз, енді гимнастика істеу керек, немесе бірдеңемен айналысу керек, арықтау керек деп, майларымды кетіру керек деп, сондай ойлар бізге сол кезде ғана келеді ғой. Оған дейін мысалға қатты оған ешқандай көңіл бөлмейміз. Жаңа бір киім алған кезде біз ерекше есімізге түседі. Сол сияқты мысалға әжімдеріміз, бетіміздегі әжімдеріміз, бір боянып жатқан кезде, мысалы, тоналканы көп жағып жіберсеңіз, кішкене бүйтіп қатып сызық болып көрініп тұрады ғой біздің бетіміздегі әжімдеріміз. Сол кезде біз өзімізде, менің бетімде қалай әжім көбейіп кеткен деп, сондай бір өзімізді қабылдамауымыз мүмкін. Бұл уже біздің самооценкамыздың азайып жатқанын білдіреді. Яғни біздің самооценкамыз түсіп жатқанын білдіреді. Бір жай ғана бір не деп ойлаймыз, мимолетный өтіп кеткен бір ой деп ойлаймыз, бірақ шын мәнінде ол біздің сол ішкі сезімімізді білдіреді. Сондықтан осы қабылдаймыз. Өзіміздің техникада жазылатын негізі неме сізде ұнамайды. Мысалға, бір құлағыңыз үлкен, бір құлағыңыз кішкентай болуы мүмкін, немесе мұрныңыз қисық, немесе қасыңыз қисық, немесе қасым түзу емес. Бірақ кез келген адамның қастары түзу болмайды. Бұны мен мысалға, менің қасымда біреуі жоғары, біреуі төмен болған. Мен оны специально барып түзетіп алдым. Көп адамдарда қастары бірдей болмайды екен өмірде. Мен өзімдікін соны білмеймін ғой, мен оны ойлаймын, мен қасым түзу емес, қисық деп солай ойлап жүретінмін бұрын. Шын мәнінде оказывается, бүкіл адамдардың қастары сонда қисықтау болады екен, оны түзетуге болады. Мен қасымда емлеп түзетіп алдым.
сол сияқты, яғни мен бір кемшілігімді уже түзеттім деген сөз ғой. Сол сияқты кез келген нәрседе сөйлеу мәнеріңіз ұнамауы мүмкін, иә, өзіңізге айтып жатқан, немесе жүрісіңіз ұнамауы мүмкін. Соның барлығын қандай қасиетіңіз, өзіңіздің бір денеңіздегі бір кемшілік, өзіңіз кемшілік деп ойлайсыз, соларды жазасыз. Мен мысалға денемдегі, ішімдегі майларымды қабылдаймын. Солай мен оны қабылдаймын деп бірнеше рет айтуыңызға болады, бірнеше рет жазуыңызға болады. Шын мәнінде осындай да бір техника бар, айту техникасы осылай. Айтады, мысалға мен өзімнің майларымды қабылдаймын деп бірнеше рет тез айтасыз да, қайта бір 5 минуттай айтасыз. Сол кезде сіз оны өзіңіз кәдімгідей сезінесіз. Ол техниканы да қолданып көрсеңіздер болады. Мен өзім жасап көргенмін. Яғни мен өзімді қабылдаймын деп қайта айтасыз. Тез өзіңізге айтасыз. И сол кезде сіз уже саналы түрде миыңыз қабылдайды. Сіздің сол бір қасиетін, өзіңіз кемшілік деп ойлап жүрген жеріңізді қабылдайды. Қалай бар, солай. Осыны жазасыздар. Негізі өзім туралы айтқым келгені, бұрындары ауылда жүргенде, біз ауылда ол кезде косметика деген жоқ, ол кезде тіпті мүлде жоқ қой, ешқандай. Біз студент болған кезде өзінде только косметиканы қолданып тастайтынбыз. И сол кезде мен өзімді үнемі қара қызбын деп ойлайтынмын. Сонда мен ойлайтынмын, неге мен ақ болып тумадым, мен қап-қарамын деп. Осы самооценка менде көпке дейін болды. Сол самооценкамның бір төмен болғаны ғой сол кезде. Неге мен қара қызбын деп. Сондай бір ойлар үнемі жиі келетін. Как будто мен ақ болсам басқа бірдеңе өзгеріп кететіндей, иә, былай қарап тұрсам. Қазір мен өзімнің сестрам бар, егіз қызбыз. Ол менен үлкенірек 20 минутқа. И солның ол үлкен қызы аппақта, жолдасына таққан аппақ, күнге кимейді ғой. Бірақ мен оған қарап айтамын, Дилназ, сен мына қасиеттің ерекше қасиет, сен аппақсың, аппақ беті, бірақ күнге күймейді. Күнге күйсе беті қызарады, беті күймейді, бірақ денесі барлығы күймейді. Ол өз бетіне тоналка бәрін жағып алады ғой, мен немен деп айтыңыз. Қарайып кеттім деп, бір кішкене күнің қызарып кетсе, мен қарайып кеттім дейді ғой. Соған қарап күлем, мен айтам, жоға, сен қайда қараю деп. Сен өзіңді өзің қабылда солай. Сен бұл ерекше бір қасиетің сенің. Қазір көп адамдар сен сияқты аппақ болғысы келеді деп. Жас кезімде мен де аппақ болғым келген деп. Соған сөйтіп күліп айтам ғой. Шын мәнінде біздің мына кожамыздың, мысалы, смуглая кожалар біздікі сияқты. Бұлар өте бір керемет кожа, өйткені бізде әжім кеш түседі. Өздеріңіз мүмкін аңғарасыздар. Чем аппақ кожаға қарағанда, олар өте сухай болады, құрғақ. Оларға күтім өте керек, ақ кожаларға, теріге. И біздің, мысалы, смуглая кожамыз біздің керісінше. Мысалға, біз оны жас кезімізде мен түсінген жоқпын, оны білген де жоқпыз. Неге қарамын, неге мен сондай бір аппақ болып тумадым деп, сондай бір ойлар, бір ерекше ойлар. Яғни бұл мен энергиямды алып келгенін мен білген жоқпын сол кезде. Бұл менің қандай өзімді самооценкамды төмендетіп, өзімді энергиямды алып жүрген. Ал қазір мен өзімді полностью қабылдағаннан кейін, шын мәнінде мысалға өзімді әдемі екенімді, өткенде Гүлнұр ханым жазды ғой, айнаға қарап, менен басқа ешқандай сұлу жоқтай ойлаймын деп. Я, дәл сондай сезім менде де бар. Мен өзімді айнаға қарай, жаңа мен осы эфирға келгенге дейін, мен айна техникасын жасап келдім. Күнде солай жасаймын. Жуынамын да, бетіме уход жасап сеп тастаймын. Кремімді жағамын, тоникпен сүртем бетімді бірінші, содан крем жағамын, массажировать етіп, массаж істеп, айнаны техникасын сол жерде жасап тұрамын. Өзіме айтып тұрамын, әсемгүл, сен кереметсің деп. Сол кезде істеп тұрамын ғой. Сол міне қараңыз, біздің бетіміз Гүлнұр ханым күліп тұрған. Я, мен де өзім солай керемет, өзім менен басқа сұлу адам жоқ сияқты сезінемін. Бұл сезім негізі өте керемет сезім, өйткені сіз бір боянып алған, бір керемет әдемі қыздарды көресіз ғой кей кездерде, аппақ, әдемі, мысалы фигурасы да ұрып тұрған. Сол кезде сондайды көргенде сіздің ішіңізде ешқашан мен одан кеммін деген сезім тумайды. Егер сіз өзіңіз самооценкаңызды осылай жақсылап, осылай өзіңізге жасап алсаңыз, сіз ол адамның қандай фигураңыз, сіздің өзіңіздің қалай қабылдадыңыз, солай өзіңізді жақсы көріп тұрасыз. Ана ішкі сезім оянбайды сізде. Менде бұрын сондай сезімдер оянады. Мынау бойы ұзын екен деп, мысалға мен қатты бойым ұзын емес, 1,58-бін.
Сол мен орташамын деп ойлаймын өзімді. Сол ұзын қыздарды көргенде мынаның бойы ұзын екен, әдемі екен, күшті екен деген сияқты біз өзімізді бағаламай тұрмыз ғой, өзіміздің барымызды. Сондықтан сол кезде біз бағалап өзімізді осылай үйренген кезде біз олардың, басқа адамдардың мына жері күшті екен, мына жері күшті екен, мынау күшті екен деген сияқтыларын біз уже миымызға кіргізбейміз. Біз өзімізге өзіміз мынандай қорған жасап аламыз. Бұл өте керемет. Сол кезде сіздер де түсінесіздер. Өзіңіздің керемет жан екеніңізді, өмірдегі ең қасиетті, ең бір керемет адам сіз ғана екеніңізді, өзіңіз ғана екеніңізді. Яғни ол үшін біз осы самооценкамен жұмыс істеу керекпіз. Өз-өзімізді бағалау керекпіз. Теріміз смуглая ма, қара ма, солай жақсы көру керекпіз өзімізді. Немесе аяқтарымыз қисық па, қисық болса солай жақсы көру керекпіз. Яғни мысалы өзіңізге қалай ұнайды, өзіңізге қалай удобно, солай жүре береді. Басқа адамдардың пікіріне мән бермеу керекпіз. Басқа адамдардың пікірі бізге, адамдар әрине айтады, ой, аяғың қандай қисық, не юбка киіп алмағансың, не шалбар киіп алдың деп мысалы адамдар айтуы мүмкін. Олай саған. Бірақ сіз ол кезде, сіздің қорғаныңыз мықты болған кезде, сіз оған күлесіздер, қарайсыздар, қоя саласыз. Өйткені сіздің самооценкаңыз, өзіңізге деген самооценкаңыз ұрып тұр. Сізге ол сөзі мән бермейді, мән бермейсіз оған. Сол жерде ол сөз қалады. Өйткені жаңа айтқандай, сіздің самооценкаңыз жақсы. Ал адамдар ондай пікірлер, яғни сіздер, біз білеміз, ешкімге ондай сөз айтпаймыз. Бай адамдар ешкімге ондай комментарий айтпайды. Ешқашан табысты адамдар, өзін-өзі жақсы көретін, яғни басқа адамдарды құрметтейтін адамдар, адамның мінін, ол енді мін деп ойлап, өзі ойламаса да мүмкін ойлайды да шығар, самооценкасы низкий болса. Біз сол мінін оған көрсеткен кезде, ол адамның самооценкасы еще төмен түсіп кетеді. Ой, бай деп, мынау адам маған бүйтіп көрсетті деп. Негізі бізде марафон барысында екінші марафонға Гүлсім деген, менде Гүлсім апай қатысқан болатын. Сол кісі постоянно сообщение жазған кезде ұзақ жазады, ұзақ сообщение жазып жібереді. Сосын мен ойладым бірде, неге ол кісі ұзақ қылып жазады екен? Мүмкін бірден себептері болған шығар деп. Енді ұзақ сообщениені жазғаннан көрі голосовоймен айтып жібере салған удобно ғой, енді бәрімізге солай удобно. Ұзақ айтайын деп жатқанымызды білген кезде біз жазбаймыз оны, голосовоймен жібереміз, дауысымызды. WhatsApp'та. И сосын мен солай бір ойлап қалдым да жай, сосын мән берген жоқпын. Сосын бірде мен ол кісімен жекеде екеуміз сөйлесіп жатсақ, и ол кісі маған айтады. Ол кісі өзі кітап жазатын адам екен, сондай ақындық өнері бар адам екен. Сосын ол кісі маған айтады, мен дейді, бірде өзіміздің құрдастарымызбен бір чатта сөйлесіп жатқанда, мен бір голосовой жібердім дейді. Сосын әлгі голосовойды бір құрдасы айтыпты, Гүлсімге не депті, даусың қандай грубая болып тұр деп айтқан ба, сондай бір сөзі бар, сондай бір сөз айтыпты. Даусың қандай грубая деп. И сол сөз дейді мені қатты бір, самооценкасы түсіріп жіберіп тұр ғой ол кісінің. Самооценкасы түсіп кеткен, и содан кейін мен голосовой жазбайтын болдым дейді. Өзім қайтадан оқыдым дейді өзімдікін. И менің голосовойым, шын мәнінде голосовойда даусым грубая болып тұр екен дейді. Сосын мен ол кісіге айтамын, бұл енді сіздің өзіңіздің қабылдамауыңыз, әлі даусыңызды әлі қабылдаған жоқсыз өзіңіз. Қабылдаңыз, сол кезде сіз үйренесіз деп. Жалпы дауысқа қатысты мен көп адамдарды білмейтінмін. Қалай біз қазақтар ешкімге айтпаймыз ғой. Өзіміз бүкіл проблема, бұл проблема менде ғана деп ойлаймыз. Менде ғана осындай проблема бар деп ойлаймыз. Мысалға, сол голосовойға қатысты айтатын болсақ, менде де сондай проблема болған. Бұрын мен ешкімге голосовой жібермейтінмін. Осы мен инстаграммен жұмыс жасап, камерамен жұмыс жасап үйренгенге дейін мен голосовой жібермейтінмін. Өйткені маған да солай бір кездері солай айтқандар болған. Даусың бір түрлі болып тұр, даусың мынандай болып тұр деген сияқты сөздерді. Содан кейін мен самооценкам қалай пуқ деп жерге түсіп кетті да, и мен ешкімге голосовой жібермейтін болдым. Мен бұнымен өзім жұмыс жасадым. Мен камерамен жұмыс жасап үйрендім. Яғни ол өз-өзінен келген жоқ, өз-өзінен келмеді. Қазір мен голосовой жіберуден ұялмаймын, қысылмаймын. Өйткені мен даусымды қалай бар, солай қабылдадым. Басқа адам мысалы қабылдамаса, мен даусым оған ұнамай тұрса, ол оның проблемасы уже. Егер ұнамаса, сөйлеспей-ақ қойсын, солай емес пе? Жалпы сондай психологияны сіздер өздеріңізге де қалыптастырып алу керексіздер. Мен мынау адамға ұнамай қалдым-ау,
ол адам мені ұнатпай тұр-ау, бірдеңе ұнамай қалды деген сияқты. Немесе киген киімін, мысалы қысқа көйлек киіп алған қыздарды көрсеңіздер, ой, мынау неге қысқа көйлек киіп алған деген пікір сіздің ойыңызда қалыптаспау керек. Өйткені бай адамдар ешкімді ешқашан, табысты адамдар ешкімді ешқашан мінемейді, мінін айтпайды. Ешкімге мынандай керек емес ойларды ойламайды олар. Көйлек киіп алды ма, қандай көйлек киіп, мынандай ашық көйлек киіп алды ма, мейлі. Ол өзіне ұнап тұр солай. Яғни солай жүре берсін. Түзетпейміз оны, ешкімді түзетпейміз. Біз өзімізді ғана түзетеміз. Самооценкамызды көтереміз, өзімізбен өзіміз жұмыс жасаймыз. Жаңағы айтылған 2 техниканы міндетті түрде жасаңыздар. Мен ол техникаларды жасадым, әрине. Бұл техникалар, бірақ қараңыздар, бұл техникалар бірден көмектеспейді, шын айтамын. Бір жазғаннан сіз сразу өзіңізді қабылдап кетпейсіз. Ойлаңыз, сіз өмір бойы ойыңызда қалыптасып қалды ғой. Мысалы, дауысыңызды қабылдай алмай жүрсіз, иә, мысалға. Кешірім сұраймын, өмір бойы қалыптасып қалған дүние ғой ол сізде. Оны сіз бірлес жазып, бірден уже сайрап, сахнада тұрам деп ойламаңыз. Ешқашан олай болмайды. Күнде. Сол бір сезім оянып қалды ма сізде? Бір даусыңыз ұнамай қалған жері болып қалды ма? Сіз тұрсыз ішіңізде, барыңыз да жазыңыз. Фрирайтинг техникасы бар бізде. Сол техника бойынша жазыңыз. Жазыңыз, өзіңізді қабылдаңыз, осы қабылдау техникасын жасаңыз. Сол кезде ақырын сіз уже самооценкаңызды көтересіз. Самооценкаңызды көтеріп алған кезде уже мынандай қорған жасап аласыз өзіңізге. Ешкімнің айтқан сөзі сізге өтпейді. Егер сізге біреу мініңізді мен былай деп көрсетіп, прям шұқып тұрып көрсететіндер бар ғой бізде, қазақтарда. Ой, мына әжімдерің немене қаптап кеткен деп, осылай дауысын көтеріп айтқан кезде, сіз үрленген шар сияқты біз жарылып қалмау керексіз. Сол кезде сіз өзіңізді қорғайсыз. Я, мен осы әжімдеріммен өзімді жақсы көрем деп, өзіңіз осылай қорғап үйренесіз. Солай тіпті дауыстап айтсаңыз да ұялмаңыз. Я, менің әжімдерім бар, я, білем. Мен оны осылай жақсы көрем, маған ұнайды деп солай өзіңізге, әрбір сызықтары ұнайды деп маған. Өзіңіз солай адамға айту керексіз. Ұялмай, қысылмай, соған үйрену керексіз. Маған ұнап тұр деп, солай айтуға ұялмаңыздар. Бір көйлек киіп алсаңыз, мысалы, ойына түсі саған жараспай тұр, бетіңді ашпай тұр деп, қазақтар бізде солай айтамыз ғой, білесіздер өздеріңіз. Сол кезде сіз өзіңізде қорған жасап аласыз. Ал маған ұнап тұр. Маған өте күшті ұнап тұр осы көйлек деп, өзіңіз солай ашық айтыңыз сол кісіге. Сізге ұнамай тұр ма? Маған өзіме күшті ұнайды деп, солай кәдімгідей эмоциямен оған айтыңыз. Сол кезде сіздің өзіңіз самооценкаңызда көтеріле түседі. Ол кісіге ұнамаса ұнамай қойсын, иә, мысалға. Енді қызым оянып қалды. Жақсы, бүгін мен сіздерге біраз ақпараттарды айттым. 2 түрлі техниканы айттым. Қазір самооценканы көтеретін осы 2 техниканы жасаймыз. Міндетті түрде айттым, бір рет қана жасамаймыз. Сезімдер, әртүрлі сезімдер іштеріңізде оянып қалған кезде үнемі жасап отырыңыздар. Фрирайтинг техникасын немесе қолданыңыздар, ол жазу техникасы дедім, еркін. Ойыңызға не келіп тұр? Осы самооценка, жаңа бір айтылған самооценкаға қатысты, ішіңіздегі бір сезімге қатысты. Сол сезімдеріңізді кәдімгідей жазыңыз. Жалпы мен айттым, грамматикаға мән бермейміз деп. Сол жерде өзім мен негізі мүлде жазбаймын. Мен қағаз ғой, мына қағазды аламын да, былай шимайлап отырамын осы. Даусым дөңгелетіп, былай шимайлап отырамын. Яғни мен ішімдегі сөздерім айтып жатады ғой. Сол сөздерді, ішімдегі айтқан сөздерді осылай шимайлап отырамын. Былай ақырын асықпай. Яғни міндетті түрде былай сөзді анық, без ошибки, грамматикалық қатесіз жазу міндетті емес. Ең басты мына сіздің ойыңыздағы сөздерді, ойларыңызды қағазға түсіру. Ол жерде қалай түсіп жатыр, дөңгелек сызбасыз ба? Қазір шығып жатыр ғой, нейрографика деген. Міне сондай сияқты. Өзіңізді, ойларыңызды қағазға түсіресіз. Фрирайтинг техникасы бойынша міндетті түрде жазудың қажет емес. Әдемілеп сөздерді жазудың қажеті жоқ. Шимайлап отырсаңыздар да болады. Как будто жазып жатқан сияқты. Бұл біздің қолымызбен әрекет етіп жатқанымызды көрсетеді ғой миымызға.
барлық техникаларды айттым, бүгінгі айтам деген сіздерге. Тағы бір сөз айтуға ұмытып кеттім, қазір кешірім сұраймын. Яғни өзіңізді құрметтейміз деп айттым ғой, самооценка бойынша, яғни сыйлық жасаймыз өзімізге, міндетті түрде. Қай кезде өзіңізге сыйлық жасағыңыз келіп тұрады? Мысалы, туған күніңізде, иә, басқа адамдардың сыйлығын күтпейміз. Өзіңізге бір сыйлық жасаңыз, өзіңізге бір ұнатып, көптен бері алғыңыз келіп жүрген затыңызды өзіңізге сыйлық ретінде алыңыз. Гүл алғыңыз келіп жүрме, өзіңізге барыңыз да гүл сатып алыңыз. Жалпы мен осы гүл алуға қатысты былтырғы менің жолдасым ондай гүл әперіп, сондай керемет бір нелер сезімдерін білдірмейді ғой, ондай. Ол тек қана мынау роддомнан шыққан кезде ғана гүлдер алып келеді ғой. Сол 4 рет алып келіп берген есімде. Сосын мен биыл туған күнімде жаздың күні ойлап жүрдім, өзім барам да өзіме гүл сатып аламын. Бұрындары сондай бір сезімдер болатын менде. Ой, маған ешкім гүл сыйламады деген сияқты сезімдер болатын да. И ол кезде біздің көңіл күйіміз түсіп қалатын, иә. Ал биыл мен туған күнімде өзім солай ойлап жүрдім, мен барып өзіме гүл сатып аламын. Ешкімнен күтпеймін, жолдасымнан күтпеймін. Солай ешкім маған гүл әкеп беруге міндетті емес қой. Мен туған күнім менің туған күнім. Яғни мен өзім барам да, ақшамды аямаймын, өзіме ұнаған бір гүлді сатып аламын деп өзім солай ойлап жүрдім. И сол күні мен ұлдарым маған гүл алып келді, букет, мен фотоға түсіп салған болатынмын сол туған күнім күні. И ұлдарым екеуі қосылып өздерінің жинаған ақшаларына маған әдемі букет сыйлады. Мына жерде туған күніммен мама деп еще несі бар, открыткасы бар әдемі. И сол кезде мен өзім ойладым, шын мәнінде былай қарап тұрсақ, біз өзіміз сәйкестік деген бар деп айтамын ғой, кездейсоқтық жоқ, сәйкестік. Мен ойладым ғой, и Алла тағала маған балаларым арқылы сол букет гүлді маған әкеп берді. Яғни мен сол гүлді құшақтап, өзім кәдімгі риза болып, өзіме өзім сыйлағандай болдым ғой сол кезде. Сондай бір сезімдер, өздеріңізге сыйлық жасаудан тартынбаңыздар. Ақшаларыңызға үнемі ақшаларыңыз жетпей қалады деген сезімде жүрмеңіздер. Ол сезіммен де жұмыс жасау керек міндетті түрде. Сосын өздеріңіз аямаңыздар. Енді аямаңыздар деп айтты деп бәрін өздеріңізге салып жүрмеңіздер, бала шағаңызды да ойлаңыздар. Алым деп жүрген бір затыңыз, мысалы, духи, тәтті бір күшті бір духи алғыңыз келіп жүр, рекламадан көрдіңіз, например. И соны өзіңізге барып алыңыз. Қатты, мысалы, духилар қатты қымбат тұрмайды, мүмкін натуральный болса, мысалы, 50 мыңның маңайында болуы мүмкін, ондай духилар. Немесе пробниктарын попробовать етіп, пробнигін ғана алып көруге де болады. Сөйтіп өздеріңіз алам деп тұрған бір ішкі ойларыңыз болса, осы керек маған деген, сол кезде өздеріңізді қуантып, сыйлық жасап тұрыңыздар. Бұл самооценканы өте керемет көтереді. Ешкімге дәмеленбейміз, ешкім маған сыйлық жасап әкеп береді ау деп ойламаймыз, күйеуіміз немесе балаларымыз, ештеңені дәмеленбейміз, өзіміз жасаймыз. Күтпейміз. Олар әкелсе әкелсін, бірақ сіз өзіңізді қуантып қойыңыз. Жақсы, бүгінгі эфирға қатысқан ханымдар, сіздерге өте ризамын. Менің айтқандарым тыңдап, өздеріңізге енді тыңдап қана қоймай, соларды қолданыңыздар, техникаларды істеп бастаңыздар, істеп бастасаңыздар, әрі қарай сол сезімдеріңізбен жұмыс істеңіздер. Енді мен сіздермен бүгін қоштасамын. Алла жазса, ертеңге дейін күндеріңіз сәтті өтсін, бар армандаған ойларыңыз, тілектеріңіз орындалсын. Алла тағала сол күнге жеткізуге жазсын бізді. Записьті тоқтатайын.